Салам алейкум жигитлер, сенен бірге мен Але. Короче, достар, бүгінгі видеода мен сендерге алдыңғы видеоларда уәде еткендей қазан айындағы пропуске толықтай обзор түсіретін боламын. Және де осы видеоның соңына дейін қара. Осы видеоның соңында мен осы пропуск туралы өзімнің қысқаша ойымды айтатын боламын. Және де осы видеоны көріп болғаннан кейін, осы пропусты көріп болғаннан кейін комментарийге кірде, міндетті түрде комментарийге өзінің қысқаша осы пропуск жайлы ойын жазып кет. Маған сенің осы пропуск жайлы ойың өте қатты қызық. Мен сенің комментарийіңді күтетін боламын. Осы видеоға лайктарыңызды басыңыздар. Арнаға тіркелмесеңіздер, давайте жігіттер, 200 подписчикке смело жеткіздік. 200 подписчик болғанда мен өзімнің подписчиктермен кереметтей видео түсіретін боламын. Сондықтан да сол видеоға түскің келсе 200 подписчикке мені жеткізсек видеоны бастаймыз. Бізде, как обычно, элитный пропусктың 0 медаліне беретін осындай женский кожаный куртка. Реально, кожаный куртка реально жаман емес, просто, как обычно, 0 медальға почти халя беріп тастайды, но нормально. Және де айта кетейін, достар, бұл пропуск бізде египетский стиль істеген, яғни ежелгі Египеттегі, бір ішіне жүретін шаруашылардың, бір нәрсесі, киімдері сол стильде істелген. Осындай бір нормальный деп айтайын, аватарочка просто топский сковородка істеген, реально просто топский кереметтей сковородка істеген. Мынаның енді суреті вообще ішінде бүркіттің суреті салынған, реально вообще өте әдемі. Байқайсыздар, каждый пропуск сайын бізге қолға ұстайтын қарулардан, яғни паран, катана, сковородка, тағы не бар, тағы басқа әйтеуір заттардан, қолға ұстайтын заттардың барлығынан скиндер беріп жатыр. Және де осындай күшті пикапқа скин, пикап мастерлерге арналған керемет скин. Вообще, шынында да өте әдемі, тоже жанында бүркіттің басы бейнеленген, реально өте әдемі, күшті істелген. Және де каждый пропуск сайын бізге бір машинадан скин беріп жатыр. Алдына осы августтағы пропустерде тоже ламбаға скин бар, оның алдындағы пропусте монстр тракқа, оның алдында тоже да бір мотоцикл, оның алдында тоже бір уазикке ма скин берді әйтеуір бізге. Вообще просто мына пикап вообще топский. Одан кейін оружие джекпот, осыдан кейін карта схрона, осындай кереметтей шапка бізде. Және де халяв беретін осындай кофточка. Как обычно, мынандай уже менде бар сияқты, білмеймін, осындай ұқсасы бар ма, әйтеуір бар ма, білмеймін. Кереметтей аватарка, шынында да. Мынау енді женский набор, но білмеймін. Әдемі, шашы ғана кішкене чуть-чуть более-менее сияқты. Үстіңгі жағы онша емес, шынында да қатты ұнатқан жоқ, бірақ та маған ең қатты әдемі болып тұрғаны просто юбкасы просто әдемі, шынында да юбкасы просто әдемі болып тұр. Бір тағы да, но егер де осы видеоны қыздар қарап отырса, осы қыздар бағалайды деген ойдамын. Мен просто женский персонаж ойнамағаннан кейін қатты әдемі емес болып тұр. Және де G18-ге скин, G18-ге шынында да мынау әдемі скин, тоже жанында да бүркіттің бейнесі бейнеленген. Мен бұны бір видеоларында көрсеткен болатын, алдында бір видеоларында осы G18-ге скин көрсеткен болатын. Егер де байқап жүрсеңіздер, естеріңізде қалған болар. Бұның енді қандай меткасы бар екені әзірге белгісіз, просто так болар. Бір оружейный купон тағы да, және де көріп тұрғандарыңыздай кереметтей скейтборд, яғни доска, тоже египетский стильде, вообще просто ауф, шынында да эффектісің, эффектісі вообще просто бір нәрсе айналып жүр, және де бір нәрсе шашырап жүр. Шынында да эффектісі вообще просто топский болып тұр, сөзім жоқ. Эффектісі просто ауф, имба. Эффектісіне бас кетпір. Осындай футболка, осы футболка жыным көріп, білмеймін не екенін, боқтың цветінің сияқты. Тоже китайский сөздер жазылған аватарка, 125 медальға кереметтей граната, тоже бүркіттің бейнесі бейнеленген. Шынында да өте керемет, өте әдемі граната, сөзім жоқ. Эффектісі қандай болатыны әзірге белгісіз, эффектісі күшті болады деген ойдамын. Дәл осы бүркіттің басы бейнеленген аватарка, және де бір алмазный джекпот, тағы да осындай халяв беретін шапка. Ал мынау болса енді не деп ойлап тұрсыздар, мынау лутбокс. Кереметтей лутбокс, просто так көзіне бір нәрсе шашырап тұр. Шынында да жаман емес, әдемі лутбокс. 10 фрагмент куба, как обычно, камен. Мынау халяв беретін сумка, бірінші уровені. Нормально. Енді халяв деген атына сай, просто так нормальный береді, тек қана суреттерін ғана өзгетеді, а так вообще нормально. Ал енді мынау болса бізге элитный пропусктың сумкасы, но онша емес, өте үлкен, түрі де қатты әдемі емес. Шынында да дәл бұрынғыдай пропусктағыдай болмайды. Бұрындары олдский пропусктарда просто топский етіп шығарып жүрді, сумкалардың түрі, барлық скиндер өте керемет болды. Ал мына қазіргі кездегілер сумкалар өте үлкен, кедергі келтіретін сияқты негізінде ойыншыларға ойнауға. Нормас. Және де 4-ші уровеньге көтеріп жіберетін осындай бір купончик.
осындай короче осы тас түсінбеймін. Женский мужской деген мужской набор білмеймін не екенін. Онша емес. Че там Гарена идея жетпей ма, қандай болып кетті идеяларының, е-мое, просто так жаман мынау. Вообще шынында да клубный модник, зомби самурай просто топский наборлар шығарып тастады да. Ал какой-то мынандай просто наборды беріп тастады. Шынында да достар, ұнап тұр ма мына набор? Маған вообще ұнап тұрған жоқ. Бір тамшы ұнап тұрған жоқ. Шынында да вообще жаман. Шынында до того алдыңғы наоборот сентябрьский тегін беретін пропусктың женский наборы мынадан имба ғой, ауф қой. Сол пропуск наоборот вообще мынаны тегін беріп тұру керек қой, мынау дейтін. Бірақ ол пропусты бізге Free Fire тегін беріп шешті. Просто ауф пропуск. Сөзім жоқ мына мужской наборға, но ұнамады шынында да. И осымен достар видеоны аяқтаймын. Біздің осы қазан айындағы пропускке деген обзорымыз аяқталды. Шынында да мен видео басында айтқан болатын, видеоның соңында өз ойымды айтатын деген болатын. Ұнамады. Вообще ұнамады. Бір капля ұнамады. Өйткені дым эмоция жоқ, тек қана ұнағаны не ұнады, лутбокс ерекше болды, бірақ қатты ұнаған жоқ. Тек қана ерекшелігі үшін чуть-чуть ұнап тұр. Гранаттың түрі ұнады и доска ұнады. Қалған ешнәрсе ұнаған жоқ. Шынында да женский набор, мужской набор просто так көбінесе көп Free Fire ойнайтындар, пропускты жібермейтіндер наоборот наборға қарап қызығып алады. Мына жерде набор дейтін шынында да қазіргі набормен салыстырғанда, осы августдағы набормен салыстырғанда вообще жаман. Августтағының өзі де қатты әдемі емес, бірақ та да датаво одан да жаман болып тұр. Шынында да қай сетке араластырып киюге болады мынаны дейтін вообще ойланып түсініксіз қатты ұнап тұрған жоқ. Сіздер де комментарийге осы пропуск жайлы өздеріңіздің қысқаша ойындарыңызды жазып кетіңдер. Арнаға давайте 200 подписчик жеткіземіз. Арнаға тіркеліңдер, лайктарыңызды басыңдар. Ал давайте.